Құрметті менің оқырмандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен Жамбыл облысында дүниеге келіппін. Ауқатты отбасы болатынбыз, үлкен кең үйіміз, біраз бас ірі мал ұстайтынбыз. Анам үй шаруасына өте пысық жан болатын. Кең алауымызға көк сөктің неше түрісін сеуіп, үйге керекті дәнді дақылдардың барлығы өз бақшамыздан шығатын. Әкем совхозда есепші болып жұмыс жасайтын. Отбасымызда әкем, анам, екі әпкем мен бір ағам және мен үйдің кенжесі болдым. Балалық шағым үйдегілердің мейіріміне бөленіп, қамсыз өтіп жатты. Әкем мені ерекше жақсы көретін. Мектепке барғанша алдына отырғызып, еркелетіп, бірге тамақтанатынбыз. Алайда бақытты да шуақты күндерім көпке созылмай, мен бірінші сыныпқа барған жылы әкем кенеттен науқастанып, келместің кемесіне мініп кете берді. Әкемнің ерте кетуі қабырғамызды қайыстырып, орны ойсырап қалды. Бала жүрегіммен әкемді сағынып, жиі есіме алып жылап қала беретінмін. Ешқашан жұмыс істемей үй шаруасындағы болған анам, амал жоқ, совхозға қарапайым жұмысшы болып орналасты. Анам көз ашық, өте сауатты жан еді. Біздің ілім-білім алдымызда барын салып, тәлім-тәрбие берді. Совхозда қарапайым жұмысшы болса да, барлығымызды оқытып-шоғытып, бір-бір мамандық иесі етіп шығарды. Екі әпкемнің бірі дәрігер, екіншісі мұғалім. Ағамды заңгерлікке, мен болсам, төменгі сынып оқытушысы мамандығын оқыдым. Ел қатарлы қызын қияға, ұлын ұяға қондырды. Жастайымнан қазақи тәрбие көрген, ұяң, қолық сұмдықты білмейтін, қылтың-сыңтыңым жоқ, мінезім жуас болатын. Мұғалімдік мамандығым бойынша жұмысқа орналасып, жұмысымды істеп жүрдім. Әріптестеріммен қарым-қатынасымыз жақсы болатын. Анда-санда туған күн, мерекелерде бас қосып тұратынбыз. Осындай мереке кешінде Маратпен таныстым. Маратқа бір көргеннен ғашық болдым. Ол да мен ұнатып қалғандай еді. Сезіміміз жарасып, кешті көңілді өткізіп, кездесіп тұруға уәделесіп тарқастық. Мұндай махаббат, сүю деген сезімді алғаш рет бастан кешуім еді. Марат маған сөз салып, екеуміз қыз-жігіт болып, кездесіп жүре бастадық. Көп ұзамай үйленуге ұсыныс жасап, өз қалауыммен Тараз қаласына жақын маңдағы ауылдық жерге тұрмысқа шықтым. Марат бір үйдің жалғыз ұлы. Қартайған анасымен екеуі ғана тұрады екен. Әпкесі мен қарындасы тұрмыс құрып кеткен екен. Ал әкелері ертеректе қарындасы туыла сала қайтыс болып кеткен екен. Үйлері кішігірім жер үй болатын. Азын-аулақ ірі-ұсақ мал ұстайды екен. Бау-бақшасы кең, алайда күтімсіз, арам шөп басып кеткені болатын. Күйеуім орта бойлы, қара торы келген, қағылез, пысық жігіт. Жүк көлігін жүргізушісі болып жұмыс істейтін. Айлап, алыс сапарларға кететін. Үйдің кенжесі болғандықтан әпкелерім бар. Кейіннен жеңгем келіп, үй шаруасына аса қатты араласа қоймағандықтан, бастапқыда біраз қиналдым. Анамнан көргенімдей бақшаға дәнді дақылдар сеуіп, оны күтіп баптап, малдарды жайқап, сиырды сауып, май шайқап, құрт қайнатып дегендей қатты шаршайтынмын. Осылай жүріп аяғым ауыр екенін білдім. Жерігім ауыр болды. Ештеңе жей алмай, кешке дейін құса беретінмін. Енем ұзын бойлы, арық келген, түсі суық бұрынғының қараңғы сауатсыз адам еді. Кейде үй шаруаларына үлгермей жатсам енем, осынша жасқа келгенше қолыңнан ештеңе келмейді. Анаң саған бірдеңе үйреткен ба? Не деген олақсың, сондай сылбырсың деп ұрсып алып жөнелетін. Отбасында бұлай маған ешкім сөйлеп көрмеген. Енемнің сөздеріне жылап қала беретінмін. Бір күні енемнен сенен алдыңға әйелі жақсы еді деген сөзді естідім. Сол күні күйеуімнің бір үйленіп ажырасқанын білдім. Қалайша, мұны неге білмегенмін? Санамды сан түрлі сұрақ жаулап, жүрегіме маза бермеді. Реніш пе, әлде ашуыма түсініксіз сезім бойымды билеп алды. Күйеуімнің менен басқа біреуі болғаны көкірегіме қызғаныш ұялатып, оны қабылдау мен үшін ауыр болды. Қамығып,
Марат келгенше есіме түскен сайын жылап қалатынмын. Кезекті сапарынан келген күйеуімнен бірінші некесі туралы сұрай бастадым. Оның ештеңе айтпағаны, менен жасырғаны, көңіліме қаяу салып, сеніміме сілкеу түсірген еді. Ал болса, бар кінәні бұрынғы еліне аударып, барынша ақталып жатты. Мен саған үйленіп ажырасқаным туралы айтсам, сен маған тұрмысқа шығуға келіспейтін шығар деп айта алмадым. Марал, жаным-ау, мен сені жақсы көремін ғой. Мына дүние есігін ашқалы тұрған сәбиіміз үшін кешірші. Бұдан былай ештеңені жасырмаймын деп томпиып шығып қалған ішімді сипап, құшақтап бетімнен сүйді. Адам сүйгеннің ешқандай кемшілігін, қателігін көрмейді деген рас-ау. Күйеуімді қатты жақсы көретінмін. Сондықтан болар тез кешіріп, тіпті бұл жайлы ұмытып кеттім десем де болады. Кербес көктем келіп жетті. Мамыражай, жайма шуақ, жанға жылу сыйлайтын жайлы мамыр айында ай күнім жетіп, егіздерді дүниеге әкелдім. Марат перзенті болғанына қатты қуанды. Дүркіретіп тұрып той жасаймын. Жақын туыстарымды, қатар құрбыларымды шілдеханаға шақырамын. Ал балалардың нағашыларын құдалыққа айтамын. 2 тойды бірге өткіземіз. Біраз қаржы жинап анама беріп қойғанмын деді. Күйеуім тапқан табысының барлығын анасына беріп отыратын. Перзентханадан шығып үйге келгенімізге біраз күн болғанында енем аяқ асты, үлкен қызының үйіне баратынын айтып, үйден кетіп қалды. Балалармен қиналып кеткесін анамды алдырдым. Осылай 40 күн шілдеміз шыққанша анам бізге қарайласып жанымызда болды. Осы орайда анам менің ескіріп кеткен көрпе жастығыма қарап басын шайқайып отыр. Жасауымның дайын екенін, құдағи қашан есік төрін көрсетсе ала келемін деп жүргенін айтып қалды. Кетерінде балаларға бесік қоса ала келетінін айтып кеткен болатын. Ертеңіне келген енемнен той жайын ақылдаспақшы болып, дастархан басында Марат егіздердің шілдеханасымен қосып, нағашыларын бір шайға шақырып жіберсек дегені сол. Енем, қазір жағдайымыз жоқ деп дүңк ете қалды. Біраз қаржы топтап қойған едік қой деген ұлына, енді сен маған бергеніңді есептеп міндет ететін болдың ба? Мен сендерді жалғыз өзім қайтып жүріп өсірдім деп жылап сықтап соңы айқайға ұласып кетті. Тыныштық керек деп барлығын кейінге ысырып қоя салған болатынбыз. Ертеңіне Марат кезекті сапарына Ресейге көкенін сартып жол жүріп кеткен болатын. Анам хабарласып балалардың бесігін алып келетінін айтты. Мен болсам жағдайымыздың жоқтығын, Марат келгенінше күте тұруын айтқан едім. Анам, ешкімнің ештеңесі кетпейді, сен қиналып жүрсің ғой. Мені ойлама, маған ештеңенің керегі жоқ. Жеңгең екеуміз ғана барамыз, ештеңеге әуре болма деді. Сөйтіп бұл менің аналық парызым деп жасауы мен балалардың бесігін, маған егіздерге арналған киім-кешегі, біраз тәттілер мен балаларға ойыншықтары бар. Жеңгем екеуі үйге келді. Дұрыстап төркінімді күтейін десем қолымда қаражатым жоқ. Енеме бірдеңе айтуға қорқатынмын. Амал жоқ, барымен базар демекші, үйдегі барды дастарханға қойып күткендей болдым. Ойбу, үйде бала жоқ еді. Ақшадан қысылып отырмыз деген енеме анам, жақсыны көрмекке деген, 1-2 көршіңізді айта салмадыңыз ба? Құдағи дегенінде енем маған жақтырмай қарады. Мен болса, кінәлі адамдай басымды бұғып отыра бердім. Анам мен жеңгем көп отырмай үйлеріне қайтып кетті. Анам мен жеңгемді дұрыстап күте алмағаныма, осынша дәрменсіз халіме іштей ашу ызаға булығып, күйініп жылаудан басқа ештеңе істей алмадым. Әлем мен Әсияны, егіздерді күтіп баптау оңай болмады. Қарындары тоймай жылай беретін. Қосымша құрғақ қоспа сатып алып, тамақтандырайын десек, енем ақша жоқтан басқаны айтпай қиналып кеттім. Сәбилерімді құшақтап шарасыз күйге түсіп, есік алдына шығып жылап отырғанымда, жолда кетіп бара жатқан енемнен едәуір жасы үлкен көрші апа мені көріп жаныма келді. Марал, қызым, не болды? Неге жылап отырсың? Тыныштық, аманшылық ба? Деп сұрады. Мен балаларды нұсқап, одан әрі еңіреп жылап жібердім. Жаныма отырып, мені құшақтап, арқамнан қағып, ауыр күрсініп,
Біреуін жылатып жібергенің саған аздық етті ма, Күміс-ай? Адам болмайсың сен деп көбірлеп сөйлеп қалды. Қой қарағым, жылама. Не болғанын айта қой дегенде, сәбилерімнің аш екенін болуға әрең айттым. Ештеңе етпейді, соғанда жылайсың ба? Мұның да шешібін табамыз деп үйіне асыға басып кетіп қалды. Біраздан соң 1 литр сүтін алып жаныма келді. Мынау ешкінің сүті. Бөтелкелерін әкеле қой, балаларды тамақтандырайық деді. Егіздерімді көрші апаға ұстата салып, жүгіріп үйге кіріп бөтелкелерін алып келіп сүтті құйдым. Міне, бұлай балалардың қарнын тойғызамыз деп бөтелкені Асияның аузына тосуы мұң екен. Асиям қомағайлана бөтелкедегі сүтті сора бастады. Маңдайынан тері бұрқ етіп, сүтті тауысып ішіп, бірақ тоқтады. Мен Әлиді тамақтандырып, егіздерім қарындары тойып, тәтті ұйқыға кетті. Көрші апам күніге сүт алып тұруыма болатынын айтып, үйіне кетті. Ол кісіге деген ризашылығым шексіз еді. Рахметімді жаудырып, тәтті ұйқыда жатқан сәбилеріме сүйсіне қарап үйге кірдім. Егіздерімді бесіктеріне жатқызып, көңілдене үй шаруаларына кірісіп кеттім. Енем тарапынан ешқандай көмек, қолдау болмағандықтан өзім барлығына үлгеруге тырысатынмын. Қоңыр салқын күзетіп, артынан қылышын сүйретіп қыста келді. Анамның артынан алып келген киімдерін тозып, жөні түзу аяқ киімім де қалмады. Күйеуіме айтсам, енемнен сұра дейді. Ал енеме айтудың еш пайдасы жоқ. Анама айтуға намыстанатынмын. Солай жүріп көктем шыға, өкпем қабынып, мұрттай ұшып, ауруханадан бір-ақ шықтым. 6 айда ем алып, ауруханадан шықтым. Алайда бұрынғыдай күш-қуатым жоқ, тым әлсіз едім. Егіздеріме анам қарап қалған болатын. Әлі мен Асияны үйге алып келген анам. Біраз уақыт маған қарайласам дегенде енем, үй шаруасына өзім қараймын, қызыңыз балаларына қараса болды деп қайтарып жіберді. Ертеңіне ақ үй шаруасынан шаршаған енем, келін алып қолым ұзарама десем, ауру біреуді әкелдің деп күйеуімнің құлағын бұрап, маған қарсы қойып, берекеміз кете бастады. Мен ауырған ауру жұқпалы болмаса да, ауруы жұғып кетеді деп күйеуімді менің жаныма жолатпайтын болды. Осылай үйдегі жағдай ушыға берді. Бастапқыда ұрсып қалатынбыз. Уақыт өте келе жұбайым жұдырғын ала жүгіретін болды. Кей кездерде қолына түскен затымен ұрып, көкала қойдай сабап тастайтын. Мұндай кездерде енемнің көңіл күйі көтеріліп, ыңылдап ән салып бүкіл үй шаруасын бітіріп тастайтын. Мен болсам денемді көтере алмай, жанарым жастан қорғамай, бөлмемде бүк түсіп жататынмын. Жуас көнбістігім болар, ертеңіне қайта тұрып, ілініп салынып, шаруамды жасап жүре беретінмін. Үйдегі кекілжіңдермен Марат далаға қашатын болды. Қысы жазы үй бетін көрмей, тоқтамай алыс сапарларға шығып кете беретін болды. Оның үйде болмағанына бір жағына сағынып қамығамын. Екінші бір жағынан таяқ жемей жүретініне қуанатынмын. Әлі мен Асияның күтімі, үй шаруасы, енемнің көңілін табайын деп, барымды салып жүріп, 2 жылда өте шықты. Бір күні күйеуім орта бойлы, арықша келген, сығырайған 2 көзі ойнақшып тұрған бір әйелді ертіп түнделетіп үйге келді. Енем көрші ауылдағы кіші қызының үйіне кеткен болатын. Сөйлесуіміз керек дегесін қонақ бөлмеге кіріп жайғасып отырдық. Бұл менің бірінші әйелім, есімі Самал. Өзі Өскеменнің тумасы деп әлгі әйелді таныстырды. Іштей бұл әйел мұнда не істеп жүр деп ішім қылп ете қалды. Отан алдындағы әскери бұрышымды Өскеменде өтеп, сонда танысқанбыз. Әскерде қайтарда өзімен ауылға ала келіп үйленген болатынбыз. Бұл әйелден бір қызым бар. Қызым қатты науқастанып, Самалға қайраласатын ешкімі жоқ. Менен көмек сұрай келіпті. Бұл жақта менен басқа танитын ешкімі жоқ. Баланың денсаулығы дұрысталғанша Таразда пәтер жалдап тұрады. Арасында үйге келіп кетіп тұрса, қарсы емессің ба деп мән-жайды түсіндіргендей болды. Күйеуімнің айтуынша жер қашықтығына байланысты бірінші әйелмен заң жүзінде ажыраспағаны себепті біз заңды некеге тұрмаған болатынбыз. Перзентім деп тұрған күйеуіме еш кінәсі жоқ қызына жаным ашып, әрине деп келісімді бердім. Кеш болып кеткенін айтып,
күйеуім әлгі әйелді шығарып салатын болып бірге кетті. Сол кеткеннен күйеуім үйге келуін сиретті. Есесіне әлгі әйел келуін жиілетті. Әр келген сайын құр қол келмей, сый-сияпатымен келетін болды. Оған енем жас балаша қуанып, құшағын жая қарсы алатын. Осылай енемнің көңілін аулап, екеуінің қарым-қатынасы жақсы бола бастады. Енем оның жалдаған пәтеріне жиі баратын болды. Кейде қона жатып қалатын. Осылай уақыт өте берді. Бір күні әлгі әйел сөйлесуіміз керектігін айтып үйге келді. Ол әйелді көрген сайын үйден қуып шыққым келетін. Алайда енемнен қорқып ештеңе айта алмайтынмын. Мараттың маған деген қарым-қатынасы бұрынғыдай емес еді. Оның маған суып бара жатқанын іштей сеземін. Бірақ мойындағым келмейтін. Олардың заңды некеде екендігін ойлап, күйеуімнен бір жола айырылып қалудан қорқатынмын. Осылай іштен тынып жүрген едім. Әлгі әйел шындығына келгенде, Марат менің заңды жұбайым. Қазіргі жұбайы сен болғандықтан алдыңнан өтіп, рұқсатыңды алуға келдім деп сөз бастап, аз-кем отырып, қызының жағдайының тым ауыр екенін, әкесіз науқас баланы бағып қағу оңай емес екендігін, арқа сүйер ешкімнің жоқ екенін, жас күнінде ашумен кетіп, қаншалықты қиналғанын айта келе, барлығы бір қызым үшін деп жылап-сықтап басталған әңгіме соңында бір күйеу екеумізге де жетеді дегенменен бітіп, қалайша иә деп келісімімді бергенімді өзімде аңдамай қалдым. Сол сәтте Марат үйге кіріп келді. Екеуі бірге келіп, әлгі әйел менімен сөйлесіп, келісімімді алғанша сыртта күтіп жүрген екен. Марат екеумізге бірдей қарайтынын айтып, уәдені үйіп төгіп беріп, көз алдымда екеуі қол ұстасып кете барды. Ал мен болсам, түс көріп ұйқыдан жаңа оянған адамдай есеңгіреп қала бердім. Жан дүнием астан-кестен болып кетті. Сүйген адамымды қалайша біреуменен бөлісемін. Ішімде қызғаныш оты алаулап жатты. Қалай ғана келістім. Енді не істеймін? Менің сүйген адамым осындай меді. Мен қай жерден қателестім? Мен осындай өмірді қалап бедім. Екеуміздің махаббатымыздың жемісі егіздерімізше. Әлде ешқандай да махаббаттың болмағаны ма? Санамда сан түрлі сұрақ жаулап, ой тұңғиығына батып, егіліп жылап отыра бердім. Осылай отырып таңның атып кеткенінде байқамадым. Егіздерім ұйқыдан оянып, мамалап жаныма келгенде, бірақ есімді жидым. Анам әрдайым әйел үйдің ұйытқысы, сабыр түбі саралтын, қандай мәселе болмасын сабырмен шеш, шыдасаң шыңға шығасың деп айтып отыратын. Егіздерімді ойлап отбасымды сақтап қалу үшін амалсыз бұл жағдайға көнген едім. Бір күні жеңгем үйге келді. Енем үйде болатын. Қал жағдай сұрасып, жеңгем дастархан басында Маратты сұрай бастады. Маратты сөз етуі мұң екен, енемнің тұры бұзылып, шұғыл шаруасы бар екенін айтып, қайда екені белгісіз кетіп қалды. Жеңгем де соны күтіп отырғандай сұрақты төтесінен қойды. Мараттың басқа елге кетіп қалғаны рас па? Мен осындай бір сыбысты құлағым шалып келіп отырмын. Сенің осыдан хабарың бар ма дегенінде, қапелімде не дерімді білмей сасып қалдым. Бұл жағдайдан төркінімнің хабары бар деп еш ойламаппын. Күмілжіп, міңгірлеп бірдеңелерді айтқан болдым. Менің мына отырысыма ашуы келіп кеткен жеңгем, Маратқа деген махаббатың сені көрсоқыр саңырау етіп тастаған ба? Бір үйленіп ажырасқан екен, жарайды дедік. Кімнің басында болмайды. Оны түсініп барын кешіп, көз жұма қараған сайын өзін жақсы көретініңді біліп, қайда барады дейсің деп білгенін істеп жүр. Тұрмыс тіршіліктегі бар ауыртпалықты сенің мойныңа іліп қойып, қатынмен қатын жүргенін сен қалай байқамайсың? Басқа жақта қызық қуып жүрісі анау, айнадан өзіңе бір қарашы. Сенің отырысың мынау, жұлым-жұлымың шығып. Көшедегі қайыр тілеген қайыршылар сенен жақсы киінетін шығар деп ашына сөйледі. Әрі қарай шыдай алмай көзімнің жасын көл ете отырып, барлығын жайып салдым. Біраз ойланып қалған жеңгем, енеңнің қандай адам екенін білемін. Ұзын құлақтан естуім бойынша, Мараттың бірінші әйелін енең өзі қуып жіберген екен.
Енді оны қайда қабылдады дегеніңе сене алмай отырмын, деп кеткен болатын. Бірнеше күннен кейін қайта келген жеңгемнен естігендеріме сене алмадым. Ағам араға таныстарын салып барлығын анықтапты. Мараттың Қалима есімді әйелінің болғанын, қыздарының бар екенін, ал ол қыздың аман есен екендігін айтты. Әлдеқашан Маратпен ажырасып, басқа біреумен отау құрып кеткен екен. Ал әлгі Самалы ешқандай да бірінші әйел емес, кәдімгі көңілдесі екенін, тіпті жалдамалы пәтерде емес, Мараттың сатып алып берген үйінде тұратынын. Бұл жағдайдың барлығынан енемнің хабардар екенін білгенімде есімнен тана жаздадым. Қалайша? Не үшін? Менің жазығым не? Ал балалар ше? Қу нәпсілер үшін баланы араға салудан да тайынбады ғой бұлар. Осы үйдің ыстық суығына шыдап кім үшін? Не үшін жүрмін мен? Осынша аңқау, сенгіш, жуас болармын ба? Олардан бұрын өзіме өкініш пе әлде ашу ызама? Түсініксіз сезімдер санамда арпалысып, тамағыма бірдеңе тығылып қалғандай ауа жетпей алқынып кеттім. Марал, бірдеңе десеңші, осылай барлығына көз жұмып жүре бермексің бе? Ағаңның барлығынан хабары бар, сенімен сөйлесуге мені жіберді, деп жұмсақ сөйлей бастады. Сенің Маратты жақсы көретініңді біліп, осы уақытқа дейін үндемей келдік. Сендер тату-тәтті, сен бақытты өмір сүріп жатқан болсаң, араларыңа түспес едік. Сенің мына шарасыз күйіңе жаным ауырады. Сенің жүрісің мынау, ал балалар болса, әкелерін бір көруге зар. Тірі жетімдер секілді. Осы әулетке келгелі, жарқырап, күліп ойнап жүргеніңді бір көрмедім. Ол аздай енді міне көңілдесімен тайраңдап жүр. Осыншалық неге барлығына көніп жүре бересің? Осылай тапталып қашанғы жүре бермексің? Бұндай адаммен болашағыңның барлығына көзің жете ме? Деп мені құшақтап, маған қосыла жылап жіберді. Біршама уақыттан соң өз-өзімді қолға алып, көкейімді тескен бір ғана сұрақтың жауабын естігім келіп, Мараттың неге бұлай алдағанын сұрап біліп бір хабарын айтамын деп жеңгемді шығарып салдым. Әрі қарай қанша ауыр болса да, жүрегім езіле шындықты мойындауыма тура келді. Бұлай әрекетсіз бас қиялмен өмір сүруге болмайтынын түсініп жеткендей едім. Бір жақты жақсы көру, сүю бақытты отбасы болуға жеткіліксіз екен. Ер азаматым деп етегінен ұстап сеніп келген адамың сені бұлай алдап сатып кетсе. Не үшін алдағаны жаныма маза бермей, жанымды жеп жатты. Сонымен енеме жалынып жүріп, Маратты шақыртып алдым. Ал ол болса, жұмыстарым көп, неге шақырдыңдар деп асығыс болып тұрды. Балаларды енеме қарай тұруын өтініп, оңаша сөйлеспек болып жатын бөлмеге келдік. Марат, неге мен алдадың? Балаларды неге ойламадың? Менің жазығым не? Деп бастап келе жатқан маған, тіпті сөзімді тыңдағысы да келмейтіндей сыңай танытып. Сен өзіңе бір қарашы. Қашан келсем, мал сасып, шаршап жүресің. Әйел деген самалдай болса, жұпар иісі аңқып, тап тұйнақтай пісірген дәмді тамақтарын айтсаңшы, деп көзі күлімдеп тамсана сөйледі. Ал саған анама қарайтын, жуас адам керек болғандықтан үйлендім, деп бетіме қарап тұрды. Мұндай қорланбастан, өзімді пайдаланып керек емес кезде лақтыра салған заттай сезіндім. Өзегімді өкініш өртеп кетті. Көз алдымда мен сүйген Марат емес, мен мүлде танымайтын бөгде адам тұрғандай еді. Төбемнен жай түсіп, тоқ соққан адамдай қалшылдап кеттім. Дүние аударылып бара жатқандай, басым айналып, көзім қарауытып төсекке құладым. Бір кезде жаңбыр астында қалғандай толассыз су тамшылары бетіме төгіле бергендіктен өзіме келдім. Сөйтсем бетіме су бүркіп тұрған енем екен. Мен өзіме келуіме сол Марат бұрылып кете барды. Сүйген адамымның мына сөздері жүрегіме қанжар сұғып алғандай еді.
Мені адам орнына көрмей, ештеңе болмағандай бұрылып кете барғаны. Есімді бірден жиғызып, бойыма алапат күш пен батылдық бітіргендей еді. Бөлмедегі қолыма түскен заттың барлығын лақтырып, астан кестеңін шығарып жібердім. Қанша жылдан бергі жиналған ашу-ыза, өкпе реніштің барлығын енеме қарша бораттым. Сен қақпас барлығына кінәлісің. Сен арамызға түспегенде осындай сорақылық орын алмас еді. Опасыз балаң екеуің және қанша әйелді жылатпақсыңдар. Қанша баланы тірі жетім етпексіңдер. Өзіңде де қыз бар емес пе? Құдайдан қорықпайтын қандай адамсыңдар сендер? Менің мына балалардың көз жасына қорықпаған жалмауызсың сен, деп аузыма келген сөздің барлығын төге бердім. Аянып қалатын енем бе? Кет, көзіме көрінбей жоғал деді. Бала белде қатын жолда саған ерегіскенде балама сол самалды алып беремін деп үйден қуып шықты. Күздің жаңбырлы күнінде жауып жатқан жаңбыр тамшыларымен менің көз жасым қосыла төгіліп, балаларыммен төркініме бір жыла оралдым. Төркініме келгесін, жақындарымның қолдауының арқасында жан жарасы жазыла бастады. Енді ешкімге өзімді басындырып қоймаймын. Балаларым үшін мықты боламын деген нық сеніммен өмірімді жаңадан бастаймын деп алға ұмтылдым. Көп ұзамай Мараттың Самалға үйленгенін білдім. Осылай біздегі бар жағдайға қанық болып, құрған жоспары мінсіз атқарылып, қалғандары соған көмектесіп, көңілдес айласын асырып, от басымның ойранын шығарып, күйеуімді менен тартып алды. Өмір өз сарынымен жылжып өте берді. Ағам жер телімін сатып алып, кішігірім үй тұрғызып берді. Балалармен жеке тұрып жаттым. Мамандығым бойынша мектепке жұмысқа орналастым. Мараттың сатқындығынан кейін еркектерден көңілім қалған еді. Басқа тұрмысқа шықпадым. Әлем мен Әсиям өсіп жетілді. Әсиям мұғалімдік мамандығын оқып, ұнатқан жігітімен шаңырақ көтерді. Әлиім нағашысының қолдауымен заңгер мамандығын оқып, жұмысын істеп жүрді. Әкесіне ұқсап пысық, еңбекқор болып өсті. Өз жұмысымен бірге қосалқы жұмыс істеп жүрді. Осылай жүріп, ұлымның қызмет бабымен Алматыға қоныс аудардық. Ауылдағы үйімізді сатып, жетпеген қаражатын қосып, қала маңынан шағын, бар жағдайы жасалған жер үй сатып алдық. Біз көшіп келген жердің табиғаты тамаша болатын. Мен мұндалатып Алатау көрінетін. Алатаудың ұшар басында қысы жасы әппақ қар жататын. Көктем шығысымен айнала сан түрлі гүлдерге толып, ерекше құлпырып кететін. Ақырында Алматының лезде құбылып шыға келетінін ауа райына үйренісе бастадық. Осылай уақыт өте келе, бір күні Әли жұмысындағы әріптес қызбенен көңіл жарастырып үйленетінін айтты. Қуанышым қойныма сыймай, той қамымен шапқылап кеттім. Үйімізге шақырған қонақтарымыз сыймайтын болғандықтан, аудан орталығындағы бір мейрамханаға той жайын сөйлеспекке келген болатынмын. Тойханаға кіріп бара жатып, сол маңда тұрған жүк көлігінің жанынан Маратты көргендей болдым. Айғайдам, ол мұнда қайдан жүрсін деп аса мән бермеген болатынмын. Көзім алдамаған екен. Мейрамхана иелерімен тойды осында жасайтын болып келісіп, сыртқа шыққанымда, енді ешқашан көрмейінші деген бұрынғы күйеуім Марат мені есік алдында күтіп тұрды. Самайын ақ шалып, қартайып кетті. Қалың қалай, Марал, жаңа сені көріп, қалдеріңді біле кетейін деп қайта шыққаныңды күтіп тұрмын деді. Өткен іс өткеннің еншісінде ендігі осынша жыл өтіп кетті. Бұрынғы өкпе реніштерім ұмытылғандай еді. Мейрамхана алдындағы орындықтардың біріне жайғасып отырдық. Сырттай жағдайымыздан хабар бар екен. Ұлымның үйленгелі жүргенін де біледі екен. Өзіңнің қалың қалай дегенімде көз жанарынан бір мұңды байқағандай болдым. Самалға деген ғашықтық көзімді көретті ғой деп ауыр күрсінді. Самал деп анамды ауылда жалғыз қалдырып кеттім. Соңғы сапарына аттанарда жанында ешкімі болмай дүниеден өтті, деп жанарынан жас толып кетті.
Ағайын туыс әпке қарындасым мені кінәлап қатты ренжіді. Қыздар әлі күнге дейін менімен араласпайды деп жылауға шаққалды. Біраз отырып өз-өзіне келгесін, әңгімесін әрі қарай жалғастырды. Самалдың артынан еріп келген бір қызы, менен 2 қыз, бір ұлым бар. Өзім сол баяғы көлік жүргізушісімін. Алматыға қоныс аударғалы бұрынғыдай алыс сапарларға шықпайтын болдым. Осылай қала мен ауыл арасында тойхана дегендердің керекті тауарларын жеткізіп берумен айналысамын, деп маған мұңды көздерімен маған қарап, білемін, саған көп қиянат жасадым. Жанымда барыңды бағаламай, басқа жақта қызық қуып жүре беріппін. Балаларымды мүлде ойламаппын. Әттең-ай, өткен шақты артқа қайтара алсам ғой шіркін деп ауыр күрсінді. Сендермен ертерек араласқым келген, бірақ осынша опасыздығымнан кейін сендердің қалай қабылдайтындарыңды білмей ойланып жүрмін деді. Марал мені онсыз да кешіре алсаң, ұлымның тойында болсам дегенінде бүкіл өмірім көз алдымнан өте шықты. Қапелімде не айтарымды білмей, бетіне ұзақ қарап ештеңе деместен орнынан тұрып кетіп қалдым. Қанша бұрынғы өмірімді ұмыттым десем де ұмытылмайды екен. Көкірегімде шерқ болып қатып қалғандай, үйге келіп құдды бір бұрынғы өміріме қайта оралғандай, жүрегім езіле ауырып, ой тұңғиығына батып, кеш түсіп, ұлым келгенше отырып беріппін. Әліге кешкі ас үстінде әкесін тойхана маңында жолықтырып, біраз сөйлескенімізді айтып едім. Ұлым үнсіз тыңдап, ештеңе деместен орнынан тұрып кетті. Келінді түсіріп, дүркіретіп тойымызды өткізіп алдық. Тойдан кейін ұлымның қалауымен, әкесінің жанұясымен қонаққа шақырдық. Ақырында араласа бастадық. Қаламасам да ұлым үшін көнген едім. Бәлкім ұлым жалғызсырап, бауырыммен жақын араласайын деген шығар. Біздің жасаған күнә қателіктерімізге балалардың еш жазығы жоқ қой. Ал әкесі қандай болмасын, әкесі ғой. Алла барлығын көреді, естиді ғой. Мені жылатып ренжіткендердің барлығын бір Аллаға тапсырдым. Анамыздың о бастан үлкендерге, ер адамға, құрметі жайлы санамызға сіңірген ақылмен өстік. Өзім отбасын құрған соң, енем мен күйеуіме осындай қарым-қатынаста болдым. Не айтса да ағына жығылып, дегеніне көніп жүре беріппін. Бірақ мұнымды түсінген пенде болмады. Сөйтіп мені әбден басынып, көрсетпегендері қалмады. Мүмкін сол кезде қорықпай, қарсыласа білсем, жағдай мұншалықты ушықпас еді, деп те ойлаймын. Енемнің неге сонша мені жақтырмай қорлағаны, әлі күнге дейін санамды сауал болып, көкейімнен кетпейді. Сол кісі солай маған қарсы болып, көңілдеске қолдау көрсетпегенінде, барлығы басқаша болар ма еді? Қайтып келген қыз болып, балаларым әкесіз өспес пе еді, деген өкініш те жоқ емес. Жалғыз бастан аға балаларды өсіріп жеткізу қиын екен. Әйел ана балалары үшін өмір сүреді екен. Әкем тірі болғанда өмірім басқаша болар ма еді? Қиналып жүргенде көмек қолын созып, қолдау көрсеткен анам мен бауырларыма алғысым шексіз. Тығырықтан шығарып мәселенің ақ қарасын ажыратып, көзімді ашқан жеңгемнің жанашырлығының арқасында кеш болмай тұрып есімді жиып, ол үйден кеткеніме еш өкінбеймін. Әр әйелдің өмірі өзінше бір әлем. Тағдыры менікінен де қиын әйелдер бар екенін білемін. Қыздарымыз жыламасы екен, ұлдарымыз нағыз ер сияқты болса екен деп тілеймін. Уақыт өте келе араласа бастап, біраз жайттарға қанық болдым. Самалдың айтуы бойынша, енем Таразда олармен бірге тұрмақ болғанында, Қалима екеумізге көрсеткенін оған да жасайды деп, бойын аулақ ұстап, Маратқа көндіріп, енемнен қашып, Алматыға қоныс аударып кетіпті. Не дейін, әккіде қу көңілдес, мұнда да айласын асырып кетіпті. Ал енеме келетін болсам, кеткен әйелдер мен немерелерінің көз жасы жібермеген сияқты. Соңғы сапарына аттанарында басын сүйеп, бір қасық суын аузына тамызатын перзентінің жанында болмауы қандай аянышты.
әрі өкінішті. Аллам ешқандай ананың басына мұндай сынақты салмасын. Самалдың 2 перзентінің туа біткен кемістіктері бар. Бірінші және екінші топтағы мүгедектер екен. Ата-анасының күнә қателіктерінің перзенттер зардап шекпесе екен деймін. Бәлкім, олай емес те шығар. Барлығы бір Алланың қолында ғой. Ал Маратқа ешқандай сезімімнің қалмағанын түсіндім. Жүрегімде оған деген аяушылық сезім ғана болды. Маған салса мұндай арсыздармен ешқандай қарым-қатынаста болмас едім. Балам үшін барлығына көз жұмып жүрген жайым бар. Бәлкім менің өмірім біреулерге сабақ болар. Деніміз сау, отбасымыз аман болсын.